менің жолдасым жаңағы больницада операцияда жасаған кезде гемоглобин түсіп кетіп, қатты қаназдықтан жаңағы операцияны столда өліп кетеді деген врачтар. Сол кезде мынаны Россиядан алғызып, 10 күнде гемоглобинін көтеріп, жаңағы қайтадан операция жасап, қазіргі күнде 15 жыл болады. Менің жолдасым осының арқасында осыны іздейді үнемі. Сондықтан да бұл не только жаңағы үлкен кісілерге, балаларға, мына бала босанған әйелдерге шаштары сарғайып кетеді, шаштары құрғап кетеді, шаш түседі, тырнақтары сынады. Бұның ішінде С витамині бар. С витамині жаңағы апельсиннен 13 есе, мынаның ішінде апельсиннен 13 есе. Ал енді алма мен жүзімнен 80 есе мынада С витамині бар. Сондықтан да вирус, инфекция деген болмайды. Әртүрлі токсиндерден тазартады. Қытай медицинасында 3000 жылдан бері пайдаланады. Неге? Қай жағынан пайдаланады? Мына жарақаттап кетеді ғой, жарақат кетпей қояды. Індеген кезде мына тез жазады екен. Одан кейін мына қатты ауырсып, ауру қатты қозған кезде де осыны береді екен. Сосын мына нерв жүйесін тыныштандыру үшін. Депрессия кезінде бар ғой, жаңағы адам алысып кетеді ғой, бір психический нелер болады ғой.